Сәлем Стамбулдан. Біраз кішкене не болды. Странно болды ма бүйтіп істеген. Көріп тұрғандай. Эфир, айран. Сәлем Стамбулдан. Бүгін саламатты Словендияға жерінде 22-ші күні. Мына жерде мен балам ат-саяқпен ойнап жатыр. Сол себепті кішкене шу болуы мүмкін. Осы себет барда дикkat eder misin lütfen? Düzgün koy bardağı, kırılmasın. Так, бүгінгі салмақ 106.9, 52-ші күн қонағымыз кетті. Бүгін енді режимға келдік. Таңертең вакуум планка жаттығу. Планка, кстати, 60 секундтан да көп тұратын болдым. Бұрын 20 секундты басында әрін тұратын едім, білесіздер ма? Сол енді кефирімді ішіп, таңертең түс кеш кефир болады. Не жаңалық? Ешқандай жаңалық жоқ. Сол бүгін уже бір апта өтті ғой, енді последний раз өтішіне дейін. Sonra өзгілген ашу күн жасап жатырмын. Кефирмен жүрем бүгін. 106.9 болдық. Мойымаймыз, шамамыз түсіп жатыр, жалғастырамыз. Басқа не айтам? Сол планка жаттығуларымды қайтадан. Енді қонағым 4 күн болды. 4 күннен кейін кеткесін, енді қайтып жаттығулар бастап кеттім. Сосын қазір шай ішем. Шайды білесіздер үзбеймін. Мен фитнес батончикпен шайымды ішем қазір кефирдан кейін. Сол Стамбулда бүгін кішкене күн ысы, кеше жақсы болды, кеше теңізге түстік. Енді последний күндері, қонақ болған күндері жаттығуға самасамды да, бірақ күндіз көп шығатын болдым. Өйткені торговый центрға бардым, қаңғып дейсің де, жүріп, көп жүрдім ол күні. Бассейнге жүзіп атым, теңізге жүзіп атым, соның бәрі жаттығу болып есептеледі. Сол үшін сонымен компенсировать еттім. Бірақ енді қайттан енді қазір үйде жалғызбын. Еще күн ысып кетті, қайттан далаға шыға алмаймын. Сол себептен жаттығулар бәрі қайта енгізілді. Сол күндеріңіз жақсы өтсін, мен бірге арықтаңыздар. Егер мен бірге арықтап жатсаңыздар, сіздер қанша жетістіңіздер, жазып кетіңіздер. Рахмет, пока.